Мұхтар Әблязов Қазақстан үкіметінің ең танымал әрі ықпалды оппозиционері. Жақын Тоқаев Францияға барып, саясаткерді экстрадициялау жөніндегі келіссөздер туралы қауесеттер бірден тараған болатын. Одан соң саясаткерге босқын дәрежесін беруге бас тартылды. Бұл сәйкестік пе, әлде жайттардың қабаттасуы ма? Осы жағдаяттардың аясында біз банкирдің өмірбаянын еске түсіріп, онымен байланысты ең жарқын оқиғаларды талдауға тырыстық. Ерте жылдары Мұхтар Әблязов 1963 жылы 16 мамырда оңтүстік Қазақстан облысы Вановка ауылында дүниеге келген. Қожа тұқымынан шыққан. 1986 жылы Мәскеу инженерлік физика институтының теориялық физика мамандығы бойынша бітірген. МИФИ бітіргеннен кейін Казгуда инженер, кіші ғылыми қызметкер, инженер қызметтерін атқарды. 1990 жылы Алматыдағы жұмысын тастап, бизнеспен айналыса бастады. 1991-93 жылдары Мадина шағын кәсіпорнының директоры. 1993-97 жылдары Астана Холдинг Қазақстандық холдингінің негізін қалаушы, иесі және президенті болды. Үйімінің қызметі астық, қант және басқа да азық-түлік өнімдерін жеткізуден бастап, банк саласына дейінгі әртүрлі бағыттарды қамтыды. 1997 жылдың маусымынан Әблязов Кегок ұлттық компанияның президенті болды. 1998 жылы Банк Туран Әлем акциялары мемлекеттік тендерге шығарылды. Астана Холдинг компаниясы мемлекетке тендерге қатысушылардың ішінен ең көп құн ұсына отырып, яғни $72 миллион, банктың толық иесі атанды. 1998 жылдың сәуірінен 1999 жылдың қазанына дейін Нұрлан Балғымбаев үкіметінде Қазақстанның энергетика, индустрия және сауда министрі болды. 1999 жылы мамырда Қазақстан президенті оған министрлік пен басқа да ведомстволық бағынысты органдардың қызметіне бақылауды әлсіретіп, президент тапсырмаларын уақытылы орындамағаны үшін бірнеше рет сөгіс жариялады. 1999 жылы қазанда ол үкімет ауысқаннан кейін отставкаға кетті. 2001 жылы Қазақстан әуе жолдары директорлар кеңесінің төрағасы болды. Осымен Әблязовтың өмірбаянына арналған видеомыздың бірінші бөлімі соңына аяқталды. Осы видео сіздерге ұнаса, оған лайк басып, арнамызға жазылып қоюларыңызды өтінеміз. Алдағы болашақта екінші бөлім шығады.